Сәлем баршаңызға. Сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін біз сіздерменен мынау тікішек проблемасын сөйлесетін боламыз. Егер де сіздің тікішектеріңізбен проблема болатын болса, іш қату болатын болса, жаман иіс шығатын болса, осы 5 симптомға қарауыңыз керек. Жалпы бұл материал осы Всемирное здравоохранение сайтынан алынған, жақтан ссылкасын шығарып қоямын. Жалпы бұл жерде адам рак ауруымен ауырған кезде қандай симптомдар пайда болады, осы туралы жазылған. Қазір мен сіздерге основной осы 5 симптомды айтып беретін боламын. Егер осы 5 симптом сізде болатын болса, онда міндетті түрде сіз тез арада больницаға барып, ауруханаға барып көріну керек деген сөзді білдіреді. Көп адамдардың 90% деп айтсақ та болады, бұл заттарды білмей жүре беруі мүмкін, бірақ бұл өте маңызды. Сол себепті соңына дейін қараңыз. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк жазып, комментарий жазып кетіңіз, ал мен бастаймын. Ең бірінші симптом ол бізде диарея пайда болады. Диарея дегеніміз не? Жалпы диарея дегеніміз, қазір мен сіздерге көрсетейін бір затты. Так, диарея кезінде не болады? Біздің кишечная микрофлора ауысады. Жалпы кишечная микрофлора дегеніміз не? Кишечная микрофлора дегеніміз жалпы біздің әр органның өзінің, әр средасының өзінің мысалға микрофлорасы болады. Микрофлора дегеніміз сол, мысалға жер планетасы қалай өмір сүріп жатыр, қазіргі адамдар жерде қалай өмір сүріп жатыр, жаңағы жердің строениясы, оның сыртын қоршап тұрған жаңағы қабаттары, атмосферасы, ол жердегі жаңағы зат алмасу, кислород, мысалға, кислородтың келуі деген сияқты осының барлығы өзінің бір микрофлора секілді ұстап, сол жерде тірі жандарды сақтап отыратын бір капсула секілді зат. Дәл сол секілді, мысалға, көзді алып қарайтын болсақ, көздің де өзінің микрофлорасы болады. Және кишечникті алып қарайтын болсақ, мысалға, біздің тікішегіміз, мысалға, тікішек, жалпы кішек, осы ішегіміздің жалпы жаңағы микрофлорасы болады. Және осы микрофлора бұзылған кезде бізде осындай симптомдар пайда болады. Оның бірі диарея деген секілді. Диарея, то есть іш өтуі, одан кейін іш қатуы, кей кезде өтеді, кей кезде қатып қалады іштері. Содан кейін жаңағы бір құмалақ секілді не түсуі де мүмкін, да, каловый массалар. Болмаса лента сияқты түсуі мүмкін. Кейбір кезде үлкендерге шыққан кезде, үлкендер етеңіз лента сияқты шығатын болса, ол былай айтқан кезде проблема болуы мүмкін. Өйткені не үшін? Өйткені қараңыз, мынау мысалға біздің шегіміз деп алып қараңыздар, осындай домалақ, немесе мынау маркермен көрсетсем болады. Мысалға, мына маркер қалай домалақ цилиндрический ғой, дәл осы секілді, мысалға, мынау тоқ шегіміздің несі цилиндр деп алып қарайық, образына, мысалға, мына шегіміздің өзі цилиндр секілді болып тұр. Енді осы цилиндрді мен мысалынан ашып тастайын болсам, крышкасын ше, кәдімгі домалақ болып шығады ғой, домалақ. Енді мен домалағының ішіне мысалға клеймен бірдеме жапсырып қоятын болсам, сөйтіп мына жерден үрлесем, мысалға, не болады? Ауа толығымен дұрыс шықпайды, өйткені қиналып шығады да, өйткені мен жауып тастадым да бірдемен. Дәл сол секілді ішектің ішінде осындай обыр немесе бір раковый опухольдер пайда болған кезде мына кишечникті жауып қалады. Түсінесіз ба? Мынаның ішінде бірдеме өсті деп алайық. Енді өскеннен кейін не болады? Сіз үлкен дәретке барған кезде, мысалы, кишечник болатын болса, ол кәдімгі толығымен шықпайды, осылай домалақ болып түспейді ол. Ол қалай шығады? Лента секілді былай. Сол себепті осыған мән беру керексіздер. Сосын екінші симптом ол нәжісте қан пайда болады. Көп адамдар, қараңыздар, негізі нәжісте қан пайда болу бірнеше ауруларға байланысты. Оның бірі язва желудка болған кезде, то есть асқазанда тесіліп қалады ғой, жаңа асқазан жарасы деп айтады. Асқазан жарасы кезінде, енді прямо свежий қан болмаса да, кофе секілді, мынандай бір ұйыған кофе секілді қаралау түсті бір сондай үлкен дәреттердің цветі сондай өзгеруі мүмкін. Тағы бір проблема, тағы бір симптом, андай как сгущенный кофе деп айтады, болмаса малена деп айтады. Малена дегеніміз жаңағы мелена дегеніміз жаңағы біздің ішегіміздің каловый массаларының қараюы немесе қанға бояуын айтады.
содан кейін тағы бір проблема мынау геморрой кезінде мысалы свежий кровь шығуы мүмкін. Свежий, то есть былай айтқан кезде үлкен дәреттеріңіз қараған кезде бір жағы қан болып тұруы мүмкін да. Вот осы проблема либо геморрой кезінде болады, либо осы тоқ ішектің обыры, мысалы жаңағы бірдеме өскен кезде тоқтың ішінде, және ол зақымданған кезде осындай бір қан жағылуы мүмкін. Ол кәдімгідей үлкен дәретте көрініп тұрады, егер қарайтын болсаңыздар. Содан кейін үшінші симптом ол бізде іштің құрысуы мен іштің кебуі. Жалпы былай айтқан кезде іштеріңіз сіздерді ауыра беретін болады да, бір кейде кіндікке қарай тартады, кейде жоғары жіберуі мүмкін ауру сезім. Кейде жаңағы үлкен дәретке кішкене кешігіп қалсаңыз кәдімгі қатты ауырып бастауы мүмкін. Немесе отқан кезде мысалға бір жаман бір сезім болып тұрады да мына іштің айналасында. Содан кейін іші кебе береді ондай адамдардың. Қайта-қайта іш кебе береді. Негізі іш кебу деген тек осы ауруда ғана емес, негізі рак толстой кишки дегенде ғана емес. Мысалға мына жерде көріп тұрғандарыңызда біздің органдарымыз, осы органның мына көріп тұрғандарда ұйқы безінің функциясы төмендеген кезде де, немесе астында тұрған төбесінде тұрған өт қалтасы мен бауырдың функциясы төмендеген кезде то же самое бізде іш кебуі мүмкін, немесе іш дұрыс емес тамақтарынан кебуі мүмкін. Қандай тамақ? Мысалға ақ ұннан жасалатын продуктылар жеген кезде іш кебуі мүмкін, немесе кейбір адамдар сырой овощтарды қорытылмайды. Как бы сырой овощтарға қиналады да, ұйқы бездері, басқа органдары, сол себепті олардың байқан кезде іштері кеуіп кетеді. Немесе осы толстой кишканың проблемасы кезінде тоже самый іш кебумен жаңағы құрысу, жаңағы іштің ауыру пайда болады. Содан кейін төртінші симптом ол бізде шаршау мен өзінен өзі салмақтың түсуі болады. Адам қайта-қайта шаршай береді, мысалға ұйықтаса ұйқысы қанбайды, содан кейін қатты шаршайды и не болады, салмағы тез түсіп кетеді. Мысалға там 80 килограмм болып тұрса, сразу бір апта немесе бір 10 шақты күн, кейде бір айдың көлемінде 10 килограмм тастай жібереді. Ойлаңызшы. Мысалға вроде бы адам мындай бір толық сияқты бір жүреді да, и сразу бір моментте асып бастайды, қатты асып кетеді да. Осы симптом пайда болуы мүмкін, сол үшін абайлау керек. Содан кейін соңғы бесіншісі ол бізде анемия пайда болады. Жалпы қан тапсырған кезде ондай кісілерде анемия шығып тұрады. Неге деп айтасыздар? Өйткені мына жерде мысалға мына жерде көріп тұрғандарыңызда, ішектің егер бір отделы тесілетін болса, немесе бірдеме пайда болатын болса ішекте, бұл қан кетіп бастайды. Бұл жер травмироваться еткен сайын қан кете береді, білеміз, қан кеткен сайын бізде ағзамыздағы жаңағы эритроциттеріміз, гемоглобин, барлығы темір, бәрі азая береді. Өйткені далаға ағып кетіп жатыр ғой қанның бәрі. Сонымен ағзада не болады? Темір жетіспеушілігімен анемия пайда болады осының салдарынан. Сол үшін осыған да мән бергендеріңіз дұрыс болады. Жалпы осы 5 симптомнан абай болыңыздар, осы 5 симптомды қарап жүріңіздер өздеріңізде. Өйткені қазіргі таңда адамдардың көбісі білмейді не болып жатқанын. Өздеріңізді былай айтқанда сақтау мақсатында. Енді бұл видео чисто симптомдар, ознакомительный характерда, чтобы білу үшін айтылған заттар. Егер де осы видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып комментарий кетіңіз, және де осы ішек туралы неше түрлі менде видеолар бар. Мысалға емі туралы, қалай не істеуге болады деген сияқты басқа видеоларында басып көріп шықсаңыз болады. Консультацияма жазылым кесе мына WhatsApp номерға жазсаңыз болады. Бізде қазір онлайн түрде 20% жеңілдікпен скидка ашық тұр. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып комментарий кетіңіз. Дәрігер бағалы сыйға алып келесі видеоларды көріскенше сау болыңыз.